Жамбыл облыстық қан орталығының директоры Ұлан Мұхтарұлы бүгін біздің ұжымды құттықтап, Жәмила Нұрғалиевнаның атына осындай алғыс хат жіберіп отырғаныңызға шын жүректен рахмет айтамыз. Жамбыл облыстық қан орталығымен біз қаншама жыл тығыз байланыста жұмыс атқарып келе жатырмыз. Біздің колледжіміздің волонтерлары әрқашан сіздердің орталықпен қарым-қатынаста болып, әртүрлі шаралар ұйымдастырып, сол іс-шаралардың ұйытқысы болып келе жатыр. Бұдан ары қарай да біз осындай бірге жұмысты бұдан да ары жоғары биіктерден көрсетіп, үлкен биіктерге жетеміз деген ойдамыз. Жәмила Нұрғалиқызы атынан және бүкіл ұжымның атынан сіздерді де мына келіп жеткен 1 наурыз алғыс айту күнімен құттықтаймын. Мың алғыс бүкіл ұжымға біздің атымыздан тілейміз. Большое спасибо, мне очень приятно, что вы пришли и отметили нас. Мы всегда с большим удовольствием и с большим таким теплом относимся к тем, кто приходит к нам за помощью. Особенно очень больно, когда болеют наши детки. И те люди, которым очень тяжело в данный момент. Между центром крови и нами давно завязалась такая тесная связь. Мы всегда откликаемся на их просьбы, чтобы как-то скрасить быт больных. Что можно пожелать? Ну, конечно же, всем здоровья, здоровья, здоровья. Пусть будут здоровы наши детки и пусть будут здоровы все жители нашего города. Құрметті донорлық орталықтың басшылығы, құрметті ұжым, ертең алғыс айту 1 наурыз күні барлықтарыңызға алғыс айтам. Сіздермен әріптес болғанға және қалалық донорлық орталықпенен бірлесіп жұмыс атқарып, еліміздің денсаулығының артуына үлес қосып жатқанымызға ризамыз. Бірлесіп жұмыс істеуге әрқашанда дайынбыз. Біздің мұғалімдер кез келген уақытта қол ұшын беріп, жылына 2 рет сіздерге барып, бірлескен ұжым болып, қан өткізуге әрқашанда қол ұшымызды береміз деген ойдамыз. Уақыт тауып, келіп, алғыс беріп, алғыс айтып жатқандарыңызға көптен көп рахмет. Қуанышымыз шексіз, қыздар.